Баршаңа сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін 90-ның жай бөлшектерге амалдар қолдану жобасын шығарамыз. Орындау уақыты 20 минут. Бірінші нұсқа. Бұл бізде Б деңгейі. Бірінші нұсқасын қазір талдаймыз. Бұл жерде 3 сұрақ болады. Екінші нұсқасын осы YouTube арнадан көре аласыңдар. Бұның айтпақшы А нұсқасы да бар, оны да осында көре аласыңдар. Басқа да сұрақтарың болса, менің Instagram, TikTok, осы YouTube арнама жазылып алыңдар. Сонымен бастайық. Бөлшектерді өсу ретімен жазыңыз. Алдымен бөлшектердің барлығын жай бөлшекке айналдырып аламыз. 6 бөлшек бар, барлығын айналдырып аламыз. 4-тен 1, 2-ден 4, 1,4-тен 1 жай бөлшекке айналдыру үшін не істейміз? 4-ті 1-ге көбейтеміз. Аралас бөлшекті айналдыру үшін 4-ті 1-ге көбейтеміз. 3-ке қосамыз. 4, мұнда 7 болады. Сосын 5-тен 12 болады. Енді ең оңай жолы барлығын ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін біздер қандай сандар бар екенін қарайық. 5, 2, 4, 2, 4, 5. Былай шыққан кезде 2, 4, 5 деген сандар бар. Ең кіші ортақ еселігі 20 болады. 25-ке де, 2-ге де, 4-ке де бөлінеді. Сондықтан жерге қазір дайындап қояйық. 6 бөлшек көбейтіп. 20, 20, 20, 20 деп. Енді қосымша көбейткіш береміз. 20-дан 5-ке бөлетін болсақ 4 болады. Мұнда 10 болады. 5, 10, 5, 4 болады. Сосын 4-ті 2-ке көбейтеміз. Мұнда жазамыз 8 деп. Мұнда көбейтсек 10 болады. Мұнда көбейтсек 5 болады. Мұнда көбейтсек 40, сосын 35, сосын 48 болады. Ары қарай. Енді өсу ретімен болса, ең кішкентайын табуымыз керек. Бөлшектерді салыстыру үшін, егер бөлімдері бірдей болатын болса, онда қайсы бөлшектің алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен. Біздер енді кішкентайынан бастаймыз. Ең кішкентай сан бұл жерде алымында 8 болып тұр. Сондықтан 20-дан 8 бірінші жазамыз. Бірақ ол мына 5-тен 2 деген бөлшекке сәйкес келеді. Сондықтан 5-тен 2-ні бірінші жазамыз. Болды, мұны өшіріп тастайық. Келесі ең кішкентай бөлшек. Мына жерде 5 бар екен ғой. 20-дан 5 бірінші, сондықтан бірінші мына 4-тен 1 болады екен бізден. Алдына жазайық. 5 ең кішкентай сан. 20-дан 5 бірінші болады. Сосын оны өшіреміз. Сосын 20-дан 8 болады. Екінші. Одан кейін ең кішкентай саны 10 болып тұр. Сондықтан 20-дан 10. Бұл жерде 2-ден 1-ге сәйкес келеді. Сондықтан 2-ден 1 деп жазамыз. Оны өшіріп тастайық. Одан кейін қалған бөлшектердің ішінен 35 ең кіші сан болып тұр. Ол мына 1,4-тен 1-ге сәйкес келеді. 1,4-тен 1 деп мына жерге жазамыз. 1,4-тен 3. Сосын 48-ден кіші, сондықтан 2-ден 4 жазамыз мына жерге. Соңында енді 20-дан 48 қалды, ол 2,5-тен 2-ге сәйкес келеді. Міне осылай өсу ретімен бөлшектерді жазып аласыңдар. Келесі суретте бірдей 3 тік төртбұрыш бейнеленген, олардың әрқайсысының бір бөліктері боялған, ортадағы тік төртбұрыштың боялған бөлігін табыңыз. Жақсы, бұл бөлшектер барлығы бірдей. Сосын бұлардың көлемін бірдей аламыз, барлығыныкін. Барлығының көлемі 1 бұл есептелінеді. Енді мынадан бастайықшы, мына көлемі 1 болатын болса, және боялған бөлігі 5-тен 4 болатын болса, онда боялмаған бөлігін табу үшін, біздер тұтас осы 1-ден боялған бөлігін алып тастаймыз. 5-тен 4-ті. 1-ді біздер 5-тен 5 деп жазайық. Өткен ортақ бөлім бірдей болу үшін. Сосын 5-тен 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 4 азайтатын болсақ, 5-тен 1 болады. Сонда мына боялмаған бөлігі 5-тен 1-ге тең екен. Бірақ оның екінші ортадағы төртбұрышпен салыстыратын болсаңдар, боялмаған бөлігі оныкі бірдей болып тұр. Сондықтан мынау 5-тен 1 болады. Енді келесі жағдайға көшейік. Мына бірінші бөлшек барлығының көлемі бірдей қойды. Мынаның көлемі және мынаның көлемі деген сияқты. Осылар бірдей. Енді бұлай болатын болса, мына штрихталғанымды көріп тұрсыңдар. Мына деңгей бірдей болып тұр. Былай шыққан кезде. Мына бөлігі және мына бөлігі бірдей болып тұр. Олай болатын болса, біздер боялған бөлігін табу үшін тұтасымен мына 12-ден 7-ден, өйткені мынау да 12-ден 7-ге тең болады мына бөлігі де. 12-ден 7 азайтылған 5-тен 1 болады. Ортақ бөлімге келтіреміз, 60 болады. Мына жақта 5, мына жақта 7-ні жазамыз. 35 азайтылған 7 болады. 35-тен 7-ні азайтамыз. Сонымен 28 бөлінген 60 қысқартатын болсақ, 4-ке қысқартылайық. 7, мұнда 15 болады. Сөйтіп 15-тен 7.
Мына боялған жері екінші бөлшекте 15-тен 7-ге тең болады екен. Келесі өрнектің мәнін табыңыз. Бұл бөлшекті есептеу үшін былай істейік. Мына жерде 33 пен 22-ның бірден қысқартып жіберейік 11-ге. Мұнда 2 қалады, мұнда 3 қалады. Сөйтіп 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3 бөлінген 2. Бөлінген астында мына екінші бөлшек орнымен ауысады. Сонда 3 көбейтілген 1-ден 2 болады. Сосын бөлу дейміз да. Мына жақта барлығын қазір жай бөлшекке айналдырып шығайық. 4 көбейтілген 3 қосылған 3 ол болады 4-тен 15 бөлінген. Мына жақта 3-тен 19 болады. Ары қарай 12. Мына жақта көбейтілген дейді, міне 1-ден екінші бөлшекті орнымен ауыстырып жіберейік. 4-тен 5 болады. Сосын көбейтілген 3,8-ден 1-ді 8-ден 25 деп жазып алайық. Сосын 1,5-тен 3-ті 5-тен 8 деп жазып алайық. Тең. Мына жақта асықпай қазір жазып алайық. 1-ден 6 болады. Бөлінген. Мына жақта бөлшектердің орнын ауыстырайық. 4-тен 15 көбейтілген 19 болады. Мына жақта 3. Сосын мына жақта қысқартатындар қысқарып тастайық. 5 пен 5 кетеді, 8 пен 8 қысқарады. 4 пен 12 қысқарады. Мына жақта 3 және 1 қалды, иә. Сонда алымында 3 пен 25 қалды. Сол 3 пен 25-ті көбейтетін болсақ, мына жерге бүйтіп жазып қояйық. Астында тек 1 қалды. Тең. Енді мына жерде сатылы бөлшек дейміз, иә. Бөлшек бөлінген бөлшек. Олай болатын болса, біздер мына ең шеткілерін көбейтеміз, сандардың және ішкесін көбейтеміз деп айтатын едік. Сонда мына жақта 3 көбейтілген 1 болады да, мына жақта көбейтеміз, мына жақта да көбейтеміз. Ал мына жақта 2 көбейтілген 6 болады. Ол 12-ге тең болады. Мына жақта да дәл солай жасаймыз. Мына бөлшектерді аламыз да, 1-ге көбейтеміз, сосын ішкілерін өзара көбейтіп шығамыз. Мына жер көбейту болып кетеді. Бөлу болады. Сосын 15 көбейтілген 3 көбейтілген 1 болады. Біріншісінде, ал мына жақта ішкісін көбейтетін болсақ, 4 көбейтілген 19 көбейтілген 3 көбейтілген 25 болады. Тең дейміз. 3 пен 12 қысқарады, 1 4 қалады. Мына жақта 3 пен 3 қысқарады. Мына 15 пен 25-ті қысқартайық 5-ке, мұнда 5, мұнда 3 қалады. Қалғандарын көшіріп шығайық. 1 бөлінген 4. Енді мына жер көбейту деп жіберсек болатын шығар, көбейту. Мына бөлшек енді жоғары қарай кетеді. Мына жақта 3 қана қалды ғой, ол астына кетеді. Ал мына жақта 4, 19 және 5 үстіне кетеді. Тең дейміз. Мына 4 пен 4 тағы да қысқарады. Не қалды мына жақта? 19 көбейтілген 5 ол болады 95. 95-ті 3-ке бөлеміз. Енді оны аралас бөлшекке айналдырайық. Ол үшін бағандап бөлеміз. 3-тен аламыз. Мына жақ 9 болады. 5 түсіреміз. 1-ден аламыз 3, 2 қалдық қалады. Сөйтіп жауап 31,3-тен 2 болады. Міне осы жауап. Достар, видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, парақшаға тіркеліп кетіңдер.